Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға онлайн той жасау деген бейнебаянымды ұсынамын. Әдеттегі сәрсенбі күні болатын. Ойымызда ештеңе жоқ, үйшімізбен жиналып, тату-тәтті әңгіме дүкен құрып, шай ішіп отырғанбыз. Содан бір кезде әлгі біздің жүгірмек мен үйленемін дейді. Төбемнен мұздай су құйып жібергендей біраз есеңгіреп қалдым. Содан есімді жиып, жарайды, карантин бітсін, күзге қарай көрерміз дедім. Ол жоқ, тойды ораза басталғанға дейін өткізіп жіберейік дейді. Барлық жер карантинге жабылып жатыр. Тойды қалай өткізбексің дедім. Ол саспастан онлайн той жасаймыз дейді. О заманда бұл заман арақсыз той, халал той дегендерді естіп едік. Онлайн той дегені несі дедім. Содан ол түсіндіре бастады. WhatsApp-тан құдалық және той деп екі группа ашамыз. Құдалық деген группаға сіз жақтан құдалыққа баратын кісілер мен ол жақтан құда күтетін адамдарды кіргіземіз. Содан бір-біріңізбен танысып, әңгімелесіп, ақылдасып, тойдың уақытын белгілейсіздер. Алдын ала неше адамға кит кигізетінін біліп, олардың мекен жайын аламыз. Содан интернет дүкеннен киіміме, алтыныма олардың мекен жайын көрсетіп аламыз да чекті скрин жасап алып, құдалық кезінде мынау құдаға, мынау құдағиға, мынау келіннің бауырына деп лақтыра бересіздер. Ал енді чемоданды ақшалай бере салуға тура келеді. Олар сіздерге ответке жасағанда да сөйтіп чектарды лақтырады группаға. Құда күтуге жұмсалатын шығынды да ақшалай карточкаларыңызға салады. Чемоданды ұмытып кетсе, ау құдалар, чемоданды босалып қайтамыз ба деп қойыңыз. Содан ақшалай жіберетін шығар. Сонымен құдалық бітеді. Ал енді тойға келсек, алдымен шақыру билетін жасап таратамыз. Оны мен өзім фотошоппен жасап, аттарын жазып жіберіп отырамын. Содан тойға шақырылғандарды той деген группаға кіргіземіз. Құдалардан тойға келетіндердің тізімін алып, оларды да группаға қосамыз. Тойдың дастарханын не істейміз дедім мен. Саспаңыз, қаладағыларға бірінші үстел, екінші үстел, той бастар, тағы басқалары деп сарқыттар дайындап таратамыз. Оның бәрін бір күнде қалай таратып кетеміз дедім мен. Ойбай, қазір қалада дәрі-дәрмек, азық-түлік таратып жүрген волонтерлер қаптап жүр емес пе? Соларға айтамыз. Жоғыстық адамдарға адресті көмек көрсетейік деп едік. Соны таратуға көмектесіңдерші дейміз. Олар қуана-қуана келіседі. Ал енді таратуға келгенді айтамыз. Ол кісілер өздері бір намысқой адамдар. Қайырымдылық көмектесеңіздер алмай қояды. Сондықтан тойдың сарқыты деңіздерші дейміз. Ал басқа жақта тұратындармен құдаларға ақшалай беруге тура келеді. Мә, мынауың бәрін ойластырып қойыпты ғой. Ал асабаны қайтеміз дедім мен беріспей. Асабаны жалдаймыз. Үйге алып келіп, тойды бастап, жар-жар айтқызып, беташарға дейін бір, одан кейін үстелге отырғызып, әр тілек берген уақыттарын жеке-жеке видеоға түсіріп алып, салып отырасыз группаға. Айтпақшы, құдалар келгенде арқан тартқызып, арқан тартқандардың аты жөні мен карточка нөмірлерін группаға саласыз. Ал беташарды қайтеміз. Беташарды айтатын кісінің қасына келініңізді киіндіріп тұрғызып қойып, видеоға түсіремізді, беташар деп хабарлаған кезде группаға саламыз. Астына беташар үшін ақшаны мына карточкаға салыңдар деп карточканың нөмірін жазамыз. Содан келініңіз сәлем берген сайын карточкаңызға зин-зин деп ақша түсіп отырады. Содан бірінші үстелдің соңында үлкен тамақты жіберген кісіңізден бата сұрайсыз. Үзілісте тамада түрлі ойындар ойнатады. Айтпақшы, әр тілек сайын музыкалық үзілісте кілең жұлдыздар ән айтады. Оларды қайдан табамын дедім мен. Әншейінде шақыра қалсаң, маған 200 мың, 300 мың төлейсің. Ең жақсы қонақ үйіңіздің керек деп шіренеді ғой жұлдыздар. Тіпті тамағының тізімінің өзі ұзақ сонар. Әй, Құдай біледі, сол тамақтың тең жартысының не екенін өздері де білмейді. Әйтеуір өзін көрсету үшін интернеттен ала салады ғой деймін. Ал біздің тойда YouTube аман болсын, бәрін содан жүктеп аламыз. Қаласаңыз өзіңіздікін, қаласаңыз шетелдікін. Содан екінші үстелге шақырамыз. Әй, тұра тұршы, қайдан шықсан одан шықсын, үзілісте от шашу жасайықшы дедім мен. Біртіндеп өзімді шынымен тойда жүргендей сезіне бастап. Ол біраз ойланды да, жарайды, интернеттен алып ішіне монтаж жасап, сіздерді кіргізіп қоямын деді. Әдетте екінші үстелге отырар кезде үлкендер қайта бастайды ғой. Сондықтан ақырындап оларды группадан шығара бастайсыз дейді. Тойға бәрі аяғына дейін қатысыншы дедім мен жалынышты түрмен. Екінші үстелде де әдеттегідей тілек айтылып, музыка қойылады. Содан асаба менің қызметім осымен аяқталды деп
той иелеріне сөз береді. Сіздер бәріне тойға қатысқандарына алғысыңызды айтып, бата берген, беташар айтқан адамдарға және асабаның карточкасына ақша лақтырасыз. Ең соңында құдаларды кетер аяқ деп, қашан барлығы карточкаңызға ақша лақтырғанға дейін қинайсыз. Сонымен той бітеді. Әй, мынауың табылған ақыл екен. Мен құдалыққа қаншама көлік жалдап, жол бойы елді тамақтандырып, арақпен суарып апарып алып келемін. Келгеннен соң олар үйлеріне қайта қойса жақсы. Тойға дейін біздің үйде жатып алады ғой. Енді кет деп айта алмайсың, күтесің еріксіз. Одан қалса ресторан жалдап, қаншама жүйкеңді тауысып жүгіретінің бар. Ал мынауың болса, керемет табылған ақыл екен. Сен барда группаларды ашып, шақыру билетін дайындай бер. Біз мына жақта тойға шақырылатындардың тізімін жасайық. Онлайн той болса, онлайн той болсын. Құрметті көрермен, егер бейнебаян ұнаған болатын болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.